Неше балаң бар деген сұраққа жауап бере алмайды ғой біздің қазақтар. Минус энергияны плюс энергияға айналдыру бойынша ойын ойнап жатқанбыз. Бір кісіге балам тентек деген карточка түсті. Және ол кісіні ортаға шығарып, осы балам тентек деген минус энергияны плюс энергияға ауыстыр деген тапсырма бердім. Сол кезде балам жоқ деді. Маған адай ой келді. Үлкен апай бір 60-70-ге келіп қалғанда, мына кісінің пұшпағы қанамаған ба деген ой келді. Осы сұрақты тікесінен қойған кезде, жоқ, менің 2 қызым бар дейді. Бұл жерде не түсінуге болады? Біздің қазақтар неше балаң бар деген сұраққа да жауап бере алмайды. Негізі қыз ба ол ұл ма? Ол бала. Мына жерде қызды баланың қатарына санамау, тағы да біздің сол құлдық санамызға, қыз баланың құқығын шектеу, қыз баланы төмен түсіру, қыз баланы қандай да бір құрал ретінде қана қолдануды көрсетіп тұр. Естеріңізде болсын. Балаң нешеу деген кезде қызыңыз бен ұлыңызды бір-бірінен бөлмеңіз. Сіз сол арқылы өзіңіздің балаңызға төмен энергия жіберіп тұрсыз.